Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге үлпілдеп шығатын булочки пісіреміз. 300 мл жылы сүтке 8 грамм дрожжи, 80 грамм қант қосамыз, араластырамыз. Шым-шым тұз, 2 жұмыртқа, 80 грамм сұйық май қосамыз. Барлығын венчикпен араластырып шығамыз. 600-750 грамм ұн қосамыз. Қамырымызды 1-1,5 сағат жылы жерге қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді оны екіге бөліп, бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Мен ішіне варенье салдым, сіздер өздеріңіз қалаған затты қосуға болады. Үстін жұмыртқамен жағып шығамыз. Мінекей біздің булочкаларымыз дайын болды.